Ассалаумағалейкум, құрметті достар, бұл Кәсіпкерлік каналы. Бүгін біздің кейіпкеріміз бизнесте 8 жыл тәжірибесі бар, және де Каспи Вайберс арқылы күніне 4-5 минут теңге оборот жасап жүрген Рысдәулет бауырымызбен танысып кетсек. Ассалаумағалейкум. Вайберс осы СНГ бойынша бірінші орындағы маркетплейстердің бірі. Қазақстаннан отырып 5 мемлекетте товар сатуға болады. Товарларды арнайы сатып алудың қажеті жоқ. Оптом бағасы 2000 теңге. Осы товарды Вайберсте қараңыздар. 9.910 теңге сатылып жатыр. Өзіміз осы товарларды сатып, Каспи магазинде де, Вайберсте де өзіміз осы товарларды күніге 4-5 миллионға дейін оборот жасап, өзіміз товар сатып жатырмыз. Ай сайын ең аз дегенде 500 мың теңге смело табуға болады. Есімім Қастер. Осы курсты бастап істегелі 3 айдан асты. Қазірде табыс 6 миллионға шықты. Қазір хит болып жатқан саланың бірі Вайберс деген не ол? Жалпы маркетплейс екен. Яғни осы сала бойынша қанша ақша табуға болады? Яғни бұл именно сізге арналған. Үйде отырып болсын, болмаса жаңағыдай көп ақша қалай табуға болатын деген сұрақ туындаса, осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Сіздерге кемінде бір күнде қалай 10 мың, 15 мың, 50 мың теңге, 100 мың теңгеге дейін табуға болатын видеомен бөлісетін боламыз. Жалпы мен өзім енді біліп жатырмын, Вайберс не екенін да, маған өзі түсіндіріп кетсеңіз, бұл предложение ма или магазин бе, не жалпы? Жалпы Вайберс деген сөз, Вайберс деген маркетплейс. Маркетплейс деген жалпы ол онлайн сату алаңы. Айтқанда онлайн базар десек болады. Ол жерде әркім қазір, тем более карантиннен кейін онлайн сауда өте қатты дамып кетті. Содан кейін мысалы маркетплейс деген бүкіл Вайберс деген осы СНГ бойынша бірінші орындағы маркетплейстердің бірінші орында тұрған, ең мықтысы. Ал Каспи Қазақстандағы маркетплейстердің ең бірінші орында Каспи нөмір 1. Вайберсте мысалы 180 миллион аудитория Вайберстің қосымшасын скачать етіп, сол жерден үйде отырып товар заказ береді. Үйде отырып. Және ол жерде 70-80% үйде отырған жалпы әйелдер 70-80% әйелдер заказ береді. Және біздің Қазақстаннан 2021 былтырдан бастап Қазақстаннан Вайберсте товар сатуға мүмкіндік берілді да. Қазақстаннан отырып 5 мемлекетке товар сатуға болады. Олар мысалы Россияның өзіне, Белоруссияға, Арменияға, Қырғызстанға және өзіміздің Қазақстанға 5 мемлекетке Қазақстаннан отырып товар сата аласыз. Жалпы бұл, мен мысалы заказ жасадым, заказ бердім да, неше күнде оны аламын? Енді бұл жерде бұлай, мысалы Қазақстанда отырып сіз заказ берген болсаңыз, ол мысалы Алматыда заказ берген болса, заказын 2-3 күнде, 1-2 күнде аласыз. Ал мысалы үйіме келеді ма почтамен или мен барып магазин аламын? Жоқ, Вайберстің өзінің полный логистика система қойып тұрсаған. Мысалы мен сізді как клиент ретінде сұрап отырсыз ғой, мен как сатушы ретінде айтсам, маған мысалы сіз мысалы мына товарды маған заказ бердіңіз, бұл товарды маған заказ бердіңіз, мен бұл товар маған түседі, мен Вайберстің ысқылаты бар өзінің, ысқылатын апарып беремін. Ал кез келген қалада Вайберстің ПВЗ деген точкасы бар. ПВЗ деген пункт выдача заказа. Вайберстің өздері осы товарды ПВЗ-ға апарып тастайды. Ал сіз клиент ретінде өзіңіздің қалаңызда мысалы 200-300 ПВЗ-лар точкалар бар. Вайберстің сіз үйіңіздің қасындағы жақын ПВЗ-ға таңдайсыз. Осы товарды байқанда, өзің қосымшадан таңдайсыз да. Яғни ретінде жаңағы осы ПВЗ-ға товарды әкеп тастасын деп таңдайсыз. Біз Вайберстің өзі осы товарды сіздің үйіңіздің қасындағы ПВЗ-ға әкеп тастайды. Сіз сол жерден барып ала саласыз. Және ол жерде өзінің жаңағыдай киім болатын болса, киіп көретін, жаңағыдай зат болатын болса, ішіп ашып көріп, ұнаса, жаңағыдай сол жерден алып несейсіз. Яғни мысалы баяғыда хит товар болған, мысалы бизнес с Китайым болған да. Мысалы бизнес с Китайым кез келген мысалы товарды алып Қытайға заказ беретін едік. Ол жаңағыдай 1 апта, 2 аптада келетін еді.
Бұның Wildberries жаңа приложениянын айырмашылығы қандай? Магазин айырмашылығы. Магазин десек болады ғой негізі. Иә, енді бұл онлайн магазин десек болады. Онлайн магазин да. Айырмашылығы. Мысалы, баяғыда ақшаны жіберетін едік. Оған жаңағыдай, мысалы мен Қытайдан заказ қылдым. Алдым оны. Жаңа оптом мысалы сатқым келеді. 13 түгін сатып алдым. И интернет жаңағыдай Instagram рассылкаға, WhatsApp рассылкаға, Instagram таргетке жіберемін. Ал рекламасы, Wildberries рекламада қалай жүреді? Жалпы маркетплейс Wildberriesте бұл жерде мысалы кәдімгідей бизнестер сияқты, енді өзіңізде бизнес бар, мысалы аренда төлемейсің ол жерде. Сосын арнайы мысалы товарларды арнайы сатып алудың қажеті жоқ. Маркетинг, рекламасын бәрі өздері жасайды. Ол уақытта тек сіз сатушы ретінде, ол жерде мен тек сатушы ретінде айтып отырмын. Реклама тастамайсың. Реклама істесе таргет жібермейсің. Бұл қосымша рекламасы. Тек товардың өзін салудың өзі тегін. 1000 товарға дейін салып салуға болады негізі. Wildberriesте Каспийға да. Тек қана бұл жерде мысалы бізде өзіміз мына жерде өзіміз не береміз? Өзіміз мынау Jumbo деген компаниямен біз жалпы серіктестікке договорға отырғанбыз. Бұл жерде өте арзан бағада мысалы товарлар бар, мысалы оптом арзан баға. Осыны бізде мысалы товарлардың тізімін алады да, алдына сатып алмай бірінші маркетплейсқа салып қояды оларды. Суреті бәрін әдемілеп жаңағыдай салып қояды. Сол жерден заказ түскен кезде ғана бір товарға бірнеше есе маржа қойып, мысалы сатуға болады. Мысалы мына товардың өзі қазір. Не бұл қазір? Бұл мысалы бұл мынау сақалалатын, электрический сақалалатын. Осыны мысалы біз қазір салыстырып көрсек болады. Мынаның оптом бағасы 2000 теңге. Мысалы, оптом бағасы 2000 теңге. 2000 теңге. Мына бұл дәл осы товарды Wildberriesте мысалы ашып отырмын. Міне дәл осы товар қараңыздар. Бірге бір осы товар. Осы товарды Wildberriesте қараңыздар. 9910 теңге сатылып жатыр. Дәл осы товарды. Так, бұл мынау оптом бағасы 2000 теңге, оптом бағасы 2000 теңге мына. Получается 5 есе қымбат. 5 есе мысалы 7000 теңге бір товарға 7000 теңге қосып, және бұны бүкіл жаңа есенгі бойынша 5 мемлекетке сатып жатыр мынаны мысалы. Получается тек қана Қазақстан ішінде емес. Тек қана, Қырғызстан дедіңіз? Қырғызстан, Армения, Белоруссия, Россия. Осы 5 мемлекетке мысалы сатуға болады. Маған құрметті досым Мағаудан ағаны реклама өзі беруін қажет жоқ. Реклама жаңағыдай өзі, фирманың өзі реклама қойып жатыр. Wildberries жаңағыдай қалай сақалалуға болатын, жаңағы без боли и раздражение дегенде жаңағыдай кез келген мысалы реклама ол офер да. Офер деген сөз бас тарту ақымақтық ұсыныс. Кез келген нәрсе мынау не үшін керек? Неге мен басқа зат алмаймын? Осын жаңағы реклама жасайды, что без боли жаңағы алған кезде ауыртпай сақалыңды алады дегендей сондай реклама жасайды. Сіздерге компания сіздер үшін сіздер жұмыс жасасын, жаңағыдай ақша тапсын деп, осы приложение арқылы сіздер әшейін сатып аласыздар. Даже сатып алмайсың да ол приложениеға. Бұл жерде сатып алмай бірінші приложениесіне қойып қоясың, бірінші заказдар қойып қоясың. Оны заказ түссе ғана мысалы дайын клиент тұрады. Келесіз осы жерден мысалы бізді өзіміз мына жерде тағыдан мынау біз компанияның тағы бір артықшылығы бізде мына жерде бар товарлардың бәрі Wildberriesте жақсы өтетін товарлар. Жақсы өзі бірінші есе маржа қойып сатуға болатын товарларынан бәрі. Және де бұл жерден сіздер заказ түскен уақытта біз көп жерде мысалы тағы бір плюс бұл жерде. Көп жерде мысалы оптом бағада 13-шік алсаң оптом баға беремін, 23-шік алсаң оптом былайша мысалы басқа жерден мысалы оптом емес мысалы мынаны розничный бағада алатын болса 2 есе қымбат бағаға алады. Бізде мысалы біздің өзіміздің мысалы біздің студенттерге менің бір кодовый слово бар, соны айтып келсе, мына жерге осы 100-шік алса да оптом бағада осы компания товар береді. Ол не үшін біздің жаңағыдай жалпы өзінің студенттер, жалпы нелер несін жаңағыдай жақсы пайда тапсын деп. Және де бұл жерде өзіміз осы товарларды сатып, Каспий магазинде де, Wildberriesте де өзіміз осы товарларды күніге 4-5 миллионға дейін оборот жасап, өзіміз товар сатып жатырмыз осы жерде. Мысал ретінде заказ келетін болса, получается сіздер өздеріңіз упаковка жасап, өздеріңіз жібересіздер ме или қалай болады? Бізде мысалы именно біздің студенттерге мысалы мына жерде упаковка жасайтын материалдар тұр. Дайындап қойған, осыны тегін бәрі қолданады. Және де мына жерде осы жерде скотч бәрі дайын тұр. Осы жерде упаковкалеп, сосын жабыстыратын накладной, шрифт кодтарын бәрін ана жерден осы жерден шығарады да, еш жаққа бармай, осы жерден бәрін дайындап, Wildberries инстаграмына мысалы даже өзіміз жеткізіп береміз. Получается сіздің жаңағыдай
клиент өзі өшеден Иә. затты өзі таңдап өзі ала ма или Оптом баға заказ Оптом түскен баға. кезде ғана заказға түскен бір үште заказ түскен өзінде ол салып қояды. Түскен заказды ғана оптом бағада осы жерден алып, мына жерден өзі тегін упаковкалеп бәрін и мына жерден шығарып Вайверстің складына жеткізіп бере салады болды. қанша ақша табуға болады? Мысалы, мен студентпін дейік та. Мен студентпін, түсінбеймін еш нәрсені, сауда істеп көрмегем. Жаңағыдай ал осыны приложениеға қоямын, сатамын, оны қалай жалпы ол жағын қалай үйренсем болады негізі? Ол қалай үйренсем болады дегенде бізде мысалы бізден өзіміз сатып жатқаннан кейін өзім реально осы жолды бастан бастап өткен зерттеп өзім сатып қандай плюс қандай минустар бар осыны сатып жүріп өткен қателіктері бар мысалы оны мен бизнес болған кейін оның бәрін өткен осыған қатысты арнайы біз курс дайындағанбыз ол өзіміздің өткен студенттері бар бізде олар не істейді олар мысалы енді қазір курстар мысалы көп қой таргетинг курсы бар мысалы білмеймін SMM курсы бар оларда мысалы отыру керек оны зерттеу керек кішкене бас керек болады мынаған реально аласың тіркелесің и товарларды оптом бағада мысалы есептейсің да салып қоясың заказ түссе ғана мысалы мына товарды алатын болсақ мына товардың мысалы 180 теңге негізгі мына Wildberriesте мына товар сатылып жатқан бағасы 1200 теңге мынау әйелдердің мысалы тамақ ана мен бүйтіп жұмыртқаларды бүйтіп қолмен істейтін миксер иә бүйтіп қолмен жасайтын несі осындай товарлар не үшін мына жерде көбінесе қарасаңыздар мелкий товарлар Wildberriesте мен өзіміз кеңес береміз осындай мен басында бастауға ақша оборот болмауы мүмкін мысалы мына товар айтып тұрмын ғой 180 теңге мысалы мына мысалы 10 заказ түсетін болса 1800 теңге алады бірақ бұның пайдасы 10 заказдың пайдасы 10 мың теңге де оған мысалы күніге әшейін айына 500 мың теңге 10 штук сатылса уже 10 мың теңге мысалы пайда 2 мың теңге салады 10 мың теңге пайдасымен мысалы алады деген сияқты солай ай сайын ең аз дегенде 500 мың теңге мысалы смело табуға болады маған өзі көп сұрақтар береді жаңағыдай қандай саламен айналыссам болады не жасасам болады менде жаңа 100 мың теңге бар еді менде 50 мың теңге бар еді менде 200 мың теңге бар еді дегенде осы саламен айналысуға кеңес беремін өйткені вложение керек па керек жоқ па жалпы сол вложение айтып тұрмын ғой басында айтып тұрмын ғой товар айтып отырсақ Қытайдан товар заказ беретін еді деп Қытайдан мысалы екеуінің айырмашылығы неде дейтін болсақ Қытайдан сен алдын ала товар заказ бересің мысалы ол талай рет мысалы хит болды ғой талай адам 500 мың теңге 1 миллион теңге товар заказ берді оны алдыртады иә күшті арзан бағада алдыртады молодец күшті бірақ оны сата алмайды талай адам складына үйіне товар туысқандарына подарок ретінде мысалы таратып береді да мысалы ол ондай емес бұл жерде ешқандай алдын ала товар жоқ получается риск жоқ бұл жерде аласың товарды мысалы саласың неге тегін бәрін тік салып тастайсың заказ өзі клиент оны реклама жасап OLX деген сияқты ақша төлеп қажет жоқ саласың и өзі маркетплейстің Wildberries'тің Каспийдің өзі сенің товарыңды кәдімгідей ақша төле рекламаға оларға көп адамның өзінің маркетплейсте кіргені оларға жақсы түсінесіз ба сол үшін олар өздері реклама жасайды да мен өзім Расставлет деген кешеді мен өзім бизнеспен айналысқаным уже 10 жылдан астам уақыт рисксіз ешқандай бизнес жүрмейді жалпы обязательно рисковать ету керек 1 миллион теңге салсаң да 100 мың теңге салсаң да оны жаңағыдай или ұтасың или ұтыласың дұрыс па мысалы бір КамАЗ мысалы дарбыз алдық мысалы оны жаңағы Чимкенттен алады Сарыағаштан алса Астанаға апарады ол жолда жаңағы бұзылуы мүмкін кеше мысалы инстаграмда көргем бір фура дарбыз жаңағы борты ашылып кеткен шашылып кеткен дарбызда ол уже риск қанша уже миллион ақша да ол кемінде 900 мың теңге болды бітті деген сөз да бұл жерде без риска деген бизнес ол вообще керемет деген енді неден бас тарту ақымақ ұсыныс құрметті қазақ елі ақша жоқ мен ойбай анау жерім жоқ мына жерім жоқ үйім жоқ деген вообще масқара ұят сіз деген уже конкретно преподносить етіп жатыр что нөлден бастап примерно нөлден енді бір 5-10 мың теңгемен любой бір бизнес бастауға дәлелдеп беріп жатырмыз бар жоғы бір затты әшейін рекламаға жаңағы приложение қойып оны жаңағыдай сіздерге үйретемін деп жатыр әшейін қоясыздар сатасыздар бір күнде кемінде 10 мың теңге табуға болады 10 штук сатасаңыздар 10 мың теңге табуға болады деп жатыр и менде тағы бір сұрақ бар да неге үлкен мысалы крупный не сатуға болмайды телевизор болсын сотовый телефон жаңағыдай маржасы үлкен мен бір мысалы ойымда 50 мың теңгеге алып 150 мың теңге сатуға бола ма дегендей да
Жоқ, енді бұл жерде именно біз Wildberriesте біз осындай ұсақ товарларды сатуға кеңес береміз. Неге өйткені айтып тұрмын ғой, бір товардың өзінен, мысалы, мына товарды көрейік, мысалы, мына товарды көрсек болады. Мына товар, мысалы, анау киімдер, мысалы, қымбат пальтолары болатын болса, қымбат жаңағыдай бір мебельдер болатын болса, дивандар болады, солардың ішінден мусорларын жинайтын, карточки, соларды тазалайтын, мысалы, осыны, мысалы, қазір не істеп көрейік, Wildberriesке кіріп көрейік, қанша теңгеге сатылып жатыр екен. Мынаның оптың бағасы бізде 300 теңге. Даже мен өзім алғым келіп кетті, бағана жаңағыда сағаладым, уже рекламасы, фирманың рекламасы уже өтіп жатыр. Сағалды без боли ауыртпай жаңағыдай алуға болады. Мысалы, мынаны карточки, да, менде өзім жаңағыдай пальто алғам. Оптың бағасы, мысалы, 300 теңге ма, солай. Бұның, мысалы, қарасаңыздар, дәл осы товар, қарасым, дәл осы товар. Жаңағыдай мебельге, киімге, машинаға, мысалы, соларға, мысалы, сатылатын бағасы 1780 теңге. Мына қараңыздар. 1780 теңге. 3 теңге товар 1780 теңге. Еще қараңыздар. 50 мың рет сатылған. Осы 50.500 рет тек бір ғана адам сатқан. Общий Wildberries сатылған емес, тек қана бір ғана адам, мынаны 50 мың рет сатқан. Бір адам. Иә, бір адам. Бұлай бірмен есептеген кезде, мысалы, 1000 теңге деп қосайықшы, 50 мың рет деген 50 миллион, осының бір ғана товар, 3 теңге товар сатып, 50 миллион теңге табыс тауып отыр. Достар, егер де миллионер болғыңыз келсе, бір затты 50 мың рет қайталап сатсаңыз, сіз уже миллионер боласыз. 50 мың рет емес, еш болмаса 10 рет сатып көріңіз, үйреніңіз. Еш болмаса біреуін сатып көріп үйреніңіз. Үйде отырып, 1000 теңге табуға болады. Ал егер миллионер болғыңыз келсе, 50 рет сатсаңызда 50 миллион теңге. Сосын тағы да мынандай, бұл жерде схемасы бәрі дайын тұр да. Реально, ол жерде анау өзіммен бизнес жүргенде 8 жылдай уақыт болды менде де. Маған қазір алып кетейікші, маған керек болады. 8 жылдай уақыт болды бизнес жүргеніме ше. Өзіңіз айтпақшы, талай рет мысалы менде гостиница бизнеспен айналыстым. Біраз аренда төлеймін, айына 3 миллион теңге аренда төлеймін. Ана жерде ешқандай, мысалы бізге талай студенттеріміз келеді. Біз базардан бір жерден мысалы 2 миллион теңге салған, айына 50-40 мың 100 мың теңге аренда төлейді, бірақ вообще сауда жоқ дейді. Нөл болып қалды сауда. Не істесек болады деп келеді да. Сондай бір кісі бізге, мысалы, біз студент, әйел кісі үйде отқан ана, жаңағыдай бізге келіп, осы маркетплейстер, Каспи, Wildberries арқылы күніге қазір 15 мың мен 25 мың теңге арасында бір күнде таза пайда тауып отыр. Ешқандай ақша салмай. Осы сияқты бұл Каспиден айырмашылығы қандай? Каспи айырмашылығы бұл жерден Каспи қазақстандық, Wildberries орыстардікі. Wildberriesте 5 мемлекетке тауар сатасың, Қазақстанда тек қана Қазақстан ғана сатыласың. Сосын жаңағыдай біз қазір Каспидің өзіміз складымызды көрсетсек болады. Сол жерге барып, қандай товар сатуға, бұл өзіміз жаңағыдай. Бұл получается, жаңағыдай как магазин, дүкен. Бұл жер тек Wildberries'тің товарларын сатуға арналған, иә. Бұл жер миллионерлерге арналған. Иә, Wildberries'ке миллионерлерге арналған жалпы магазин дейсіз. Бұл жерде өзіміз Wildberries'ке сатуға товар бұл жерден береміз. Ал Каспиге сатуға тағы товарлар бере аламыз біз. Ол біздің қазір складта көрсетсек болады. Бұл жерде қандай склад және де кімнің товарлары? Бұл жерде бұл складта былай айтқанда Каспи магазинге заказ түседі. Жаңа мен айттым ғой, маркетплейсқа бірінші товарларды салып қоясың, сатып алмайсың. Заказ түскен кезде ғана осындай складтарды әртүрлі осындай бізде көріп мысалы 7 поставщиктер жұмыс жасаймыз. Осылар заказ түскенде ғана осы жерден келесіз да, оптың бағада. Бұл бағалар мысалы даже барахолкідегі бағалардан арзан да бұл жерде. Және де бұл базардағы бағасы төмен бұл жерде. Өйткені оптың бағада береміз. Біздің мысалы біз жаңа айтып жатырмыз ғой, бізде курста өзімізде студенттерге мысалы Wildberries'ке жаңағы дүкенде, ал мына жерде складта Каспиге сататын. Біз тізім береміз, мысалы осы товарларды салды, олар салуды үйретеміз. Және де одан кейін ол заказ түсетін болса, біз осындай товарды упаковкалеп өзіміз клиентке, бізге тек қана накладноймен штрих-кодтарын жіберсе, яғни сіздерге мына товардан мен заказ алдым десе, сіздерге көрсетсе, осы түрінен маған керек десе, осыншама штук керек десе, сіздер соны өздеріңіз упаковка жасап клиентке жібересіздер. Клиентке апарып береміз, Каспидің складына өзіміз апарып береміз. Сондай бізде услуга, сервис бар да. Сіздерде товар, мен түсінген бойынша товар бар, и оқуды үйретесіздер, қалай сатуды үйретесіздер.
сол туралы енді бұл жерде былай, енді біз өзіміз біріншіден Каспийде Wildberriesте товар сатамыз. Осы товарларды өзіміз бірнеше күн өзіміз сатамыз. Күніге жаңа айттым 4-5 миллион теңге оборотқа түседі. Одан кейін жаңағыдай бізде енді инстаграмды жүргіземін. Жаңағыдай маған оқу өзім үйретші, қалай үйренсем болады, осы мені сатқым келеді деген адамдарға біз арнайы курс дайындағанбыз. Сол курста біз жаңағыдай бірінші қалай сатуды үйретеміз. Одан кейін сататын товар береміз оптым бағада. Олар бірінші күннен бастап, біздің студенттер бар, сабақты бірінші күннен бастап товар салған, жарты сағаттан кейін заказ түседі. Бізге айтады, біз клиентке апарып береміз. Каспийде тағы бір жақсы жері Каспийде клиентке апарып берсең, ертесіне саған Каспийден ақша түседі. Бірден ақша түседі. Каспийде оборот айналдыру тез да. Бұл жерде үлкен көлемде қай түрінен товарлардың? Бұл жерде дәл осы жерде қазір мысалы кішкентай балалардың биліктері, кішкентай балалардың машиналары, сосын основном ойыншықтар, биліктер, коляскілер, қазір сезонный сондай товарлар жақсы өтеді. Бытовой техникалар деген сияқты әртүрлі складта сондай товарлар бар. Яғни ассортименттердің барлық түрінде. Бізде 15 прайс бар. Әр прайста примерно 50-100 шақ товар бар. Соны мысалы келген студенттерге былай 10-20-дан былай бөліп береміз. Базардың несінен қаншалықты төмен? Енді негізі көбінесе базардың адамдарында, базар сататын өздерінің склад жоқ негізі. Олардың өзі осындай складтан келіп товарды осы жерден алады да базарға апарып қояды. Енді бірімен 20% ма арзан. Яғни басқа да алам деушілер өздеріне алып жарақтарын осы жерден алып. Осы жерден алып, былай айтқанда жаңа айттым ғой, без риск та. Ешқандай товарды алдын ала сатып алып, оны сата алмай отпайды. Тек қана заказ түскенде ғана по факту осыға мен заказ тұр, алам деген клиент тұр, товарды осы жерден клиентке апарып береді, ол өзінің пайдасын алады. Және жаңа біз курс жайлы біз жаңа қазір мысалы офиске барсақ болады. Офиске біздің сату менеджерлері өзі бөлек кәдімгідей кураторлары бар, арадан үйретеді. Соларды мысалы таныстырсақ болады. Расставлет офис қай қалада орналасқан және қай жерде? Бізде офис Алматы қаласында орналасқан. Мынау біздің офистің ішімен кішігірім таныстырып өтейін. Мынау бізде маркетинг бөлімі. Бұл жерде маркетинг, инстаграмға қатысты, видеоға қатысты жалпы сондай бөлім. Соларды жалпы реклама жіберетін сол бөлім. Енді келесі бізде мына жақта мынау мен кабинетім. Бұл жерде осында кездесулер өткіземіз. Менторлыққа адамдар жаңағыдай кездесу не істеген кезде осы кабинетте өткізетін боламын. Мына кабинет бізде намазхана. Бізде арнайы бұл жерде қыздар намаз оқиды. Келмейміз, тұра берсін. Мына жерде бізде бұл сату бөлімі. Сату бөлімінде қанша адам жұмыс жасайды? Дәл қазір бізде 10 шақты адам, 10-нан астам адам жұмыс істейді. Негізі бір адамнан басталған. Аллаға шүкір, қазір үлкен офиске өсіп, жалпы бұл жерде курс бар. Одан бөлек өзіміздің Каспийдегі менеджерлер, Wildberries'тегі товарларды жіберу сол бойынша барлық осы осы жерде барлығы сатылады. Сату бөлімі осы жерде. Келесі нені өтейік. Мына бөлім бізде кураторлар бөлімі. Бұл жерде кураторлар бұл істер ең маңызды бөлім. Өйткені біз клиенттерге курстарға үйретеміз, өзіміз товар береміз. Оны кейбір клиенттер онлайн болғаннан кейін түсінбейді сұрақтарды. 24/7 кез келген сұраққа жауап беретіндей. Сосын ол клиенттерге жалпы біздің мақсатымыз мүмкіндігінше адамдар бізге келген адамдарға түсіндіріп, жаңағыдай істеу, табыс тауып кетуіне дейін жұмыс жасаймыз. Сол үшін әр кураторға өзіне студенттер беріледі, соларға жеке-жеке өзіне жұмыс жасалынады. Тағы да бір бөлім не бар? Кеттік. Студенттермен жалпы кездесу өткізу, сосын жаңағыдай кейбір түсінбеген сұрақтары бар. Мына кісі бізде батыстан келген, мына кісі бізде шәкіртім Қастер мырза. Бұл кісіден негізі курсты аяқтаған кісі. Бұл кісі бізге товар бойынша, товар беру сол бойынша бізге командаға, сол товарға беру жағына командаға алынып отыр. Бұл кісі қазіргі таңда қанша табысқа шықты, қандай деңгейге шықты? Өзінен сұрап жүрейік, таныстырып.
Қалай? Есімім Қастер. Осы курсты бастап істегелі 3 айдан асты. Қазірде табыс 6 миллионға шықты. Бірінші айда таза табысқа қаншаға шықтыңыз? Таза табысқа 3 миллионнан асырдым. Қазірде 6 миллионға шықты таза табыс. Оған қандай дәлелдері бар ма? Көрсете аласыз ба? Дәлелдері бар, көрсете аламын. Қандай товарларды саттыңыз? Не дейсіз? Несі бар ма? Бұл қазір қанша табыс? Так, қазірде 6 миллион табыс, мына жерде общий оборот 38 миллион обороты. 38 миллион оборот, 6 миллион таза табыс. Бұл нені сатып тапқан ақша? Бұл жерде әртүрлі товарлар. Өзіміздің складтың товарлары бар, басқа складтан барахолден алып не біткен товарлар бар, бастапқы өзіміз бастаған кездегі. Әртүрлі товарлар бар. Қанша ақшамен бастадыңыз? 200 мың теңгемен бастағам. 200 мың теңге. Ары қарай енді өзіміз как заказ түскен сайын енді спонсорлар тарттық солай. Бізде осы жақта реально шәкірттер өте көп. Біз қазір біздің өзіміздің кабинетке кірсек болады. Бізде шәкірттер өте көп. Және де онлайн оқып жатқандар, офлайн оқып жатқандар, Алматы қаласында даже 2 қабат аяғы ауыр кісілер, олардың өздері табыс тауып кетіп жатыр. Үйде отырған аналар, декреттегі кісілер, сосын жаңағыдай қазір көп адам базарда бизнесін жасай алмай жатыр. Солар онлайнға көшіп, сол кісілерде біраз Аллаға шүкір бізге келген студенттер өте жақсы пайда тауып жатыр. Енді бізде курсты қалай оқимын, онда қандай пакеттері бар, қанша теңгеден басталады деген сұрақтар болуы мүмкін адамдарда. Біз мысалы астына бір нөмір қалдырайық, WhatsApp ссылка қалдырайық, соған тікелей жазса біздің менеджерлеріміз толықтай барлығын жаңағыдай түсіндіріп береді. Мінекей құрметті достар, осылай жас кәсіпкерлер дамы берсін. Қанеге Разставлет, өзім бір пікірімді айтсам біздің көрермендерге. Енді мен жалпы баршаңызға айтарым, өзіміз ауылдан шыққанбыз, осы қалаға келіп нөлден әйтеуір бизнес бастап, Алланың қалауымен бірнеше әйтеуір постоянно әрекеттің себебінен осындай жұмыстар жасап отырмыз. Енді күнкөрісті қазір ақша жоқ, күнкөріс ақша жетпейді деген жата бермей, сылтау айта бермей, қазір өте мүмкіндіктер көп қазір. Курсты оқысын, болмаса осы Вальверсте істесін, басқа істесін, бірақ әйтеуір әрекет жасаса, Құдайдың өз нәтижесін береді. Тем более қазір Вальверс, маркетплейс дегендер өте заманауи білім. Сол білімдерді заманнан қалмай, жаңағыдай әрдайым білім алумен болып, жастар болсын, үлкен кісілер болсын, осыны мүмкіндігіңіз етерек кірсе, сол орылым қазір былай айтқанда Россияда есенгіде тек қана 10% ғана онлайн покупка жасайды. Соның өзі миллиардтап ақша айналып жатыр да. Күн өткен сайын онлайнға адам көшіп жатыр. Соны қазір мүмкіндігінше тезірек қазір осы онлайн покупка маркетплейстерге кіріп, сауда жасап, бизнес ретінде үйренсе, ол өзіне өте жақсы болады деп ойдамын. Сол үшін өзіне сену керек, жылап жатпау керек, әрекет жасау керек деген кеңес айтатын едім. Рахмет. Құрметті достар, мінекей, мысалы базарда бір адамға, ары кетсе 10 адамға, 15 адамға сатуға болады. Ал онлайн магазин ол шектеусіз. Бір күнде сіз или 1000 адамға сатуға болады, болмаса миллион адамға сатуға болады. Ал құрметті достар, істемей өкінгенше, істеп өкінген жақсы. Осы видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментарий міндетті түрде жазып кетіңіздер. Егер де осы видео қызықты болса, осы жерде телефон нөмірлерін қалдыратын боламыз. Ссылкалерді Инстаграмда бәрін қалдыратын боламыз. Міндетті түрде WhatsApp рассылкаға таратыңыздар.